Біз Шымкентскийміз деп көкірегімізді сұмдық береміз ғой. Не шықса да Шымкенттен шығады деп көкірегімізді керген кезде шешесіне рахмет. Жер жүзге сыймай. Бірақ мен осы 2 ай Шымкентте жүріп көрдім ғой. Бүкіл нарықта жұмыс істеп жатқан, бүкіл сауда саттық, строительный магазин. Өзбек ағайындар екен. Алла сіздерге разы болсын, айналайын өзбек ағайындар, бауырлар. Алла сіздеріңізге берекет берсін. Міне өзбек ағайындардың қалай той жасайтынын білеміз ғой. Бір дастархан жайып, ешқандай той анасы той істейді. Міне жетіп отқан жетістігі шешеңе рахмет. Айналайын өзбек ағайындар, ризамыз. Сіздер болмасаңыздар, біз шешесіне рахмет. Шымкент бүйтіп дамымас еді. Біз шешеңе рахмет. Шымкенттің қазақтар той тойлаудан қолы тимей жүр ма кең ау. Алматыда шешеңе рахмет. Ялан базарында бүкіл таш кетеріп жүрген қазақтың жігіттері, бүкіл сауда саттықпен айналысып жатқан думғандар. Солармен сөйлессем айтады, сендер ақмақсыңдар дейді. Сендер той жасап бүйтіп кісі болып шашыласыңдар, шешесіне рахмет. Біз тойға, тоян апарған кезде жазбаймыз дейді. 2 жас үйленген кезде той $5,000, $1,000, 100,000, 200,000 қайтарымсыз просто беріп тастайды екен, аналар бір кәсіп бастап кету үшін. Ақшаң жоқ па тойға, тоянасы бар, тойлап кете бересің. Біз соны істейікші, біздің қолымыздан келмей ма, шешесіне рахмет. Бауырлар, еліміздің болашағына балта шауып жатқан бұл той. Той қазақтың қазынасы деп керемет қып жазып жатсыңдар. Тойды тоянасы істейікші ал. Ақыр шеше той істегенге бөліп баратыр екен. Тойды тоянасы істейші. Бір баласын үйлендіреді, бір қызын ұзатады шешең сылай. Со тойға адам келмейді ғой деп 20 жыл, 30 жыл тойға барады екен ау. Өз қаражатымен тойын істесін, өзін керек адамдарды шақырсын. Бітті шешеңе рахмет. Арғай тек қана тойға тегін барсын. Тойда ақшасы істейді, давайте шешеңе рахмет. Осын бір қолдайтын адам бар ма? Бір тыңдаңыздаршы менің әкесінің ау. Мына елдің болашағы бір мен үшін, бір сіз үшін керек емес, бүкіл ел үшін керек әкең ау. Өкіметті жамандағынан басқа ештеңе білмейміз әкең ау. Өкіметке сондай халық керек, той тойлап сүмелек болып шеш. Анам бас салбыраған ешекке мінетін адам табылады дейді ғой әкең ау. Басымыз салбырап жүру. Күйіп кетесің ғой шешеңді сыйлайын ай. Содан кейін той көбейіп кетті. Түсінде той, құйт той. Ана ақшаны қайтарып алу керек та әкесінің ау. 20 жыл, 30 жыл бойы барған. Қалайсыздар ағайын? Осы байқайсыздар ма? Қазақтарда ұлың үйленем десе, немесе қызың тұрмысқа шығам дейтінде болса, бізде паника басталады ғой. Ол не үшін басталады паника? Біз қашан болмасын дайын емеспіз ғой. Ойбай, не істейміз енді? Ойбай, енді бұл ұлымыз үйленем десе қалың малға ақшаны қайдан табамыз? Тойды қандай ақшаға жасаймыз? Киітті қандай ақшаға аламыз деп бәтчет паника болып, араласпаған, көрмеген туыстарды шақыра бастаймыз. Ойбай, не істейміз деп. Қуанудың орнына бізде паника басталады. Қызымыз тұрмысқа шығады десе де сөйтеміз. Ойбай, енді бұған төсек орынды қандай ақша қалып береміз? Ұзату тойын қалай жасаймыз деп, жан-жақтан адамдардан көмек сұраймыз, кредит іздей бастаймыз. Грам қуану деген жоқ қой. Ұлым өсті, азамат болды, үйленейін деп жатыр. Қызым құдайға шүкір өсті, азаматша болды, тұрмысқа шығайын деп жатыр. Шын қуану деген жоқ бізде. Бізде паника, қорқыныш. Ал енді мына басқа ұлттарды, мысалы орыстарды алатын болсақ, бір ұнайтыны бар ғой. Ұлым үйленеді десе, бітті шын ниетпен қуанады ғой. Ура, мой сын женится деп. Қызы тұрмысқа шығам десе, бітті қуанады. Ура, моя дочь выросла, замуж собирается. Шын қуанады. Өйткені оларда біздегі сияқты жаңағыдай нәрселер жоқ та. Шығын деген нәрсе жоқ оларда. Оларда сол үшін шын ниетпен қуанады. Олар қатты бір қиналмайды да. Бір 10-15 адамның басын біріктіріп, бір тамақ бере салып, балалар, жастар бақытты болсын деген шын нәрсені мен солардан көрем. Алыс беріс керек емес, ең басты 2 жас бір-бірін жақсы көрсе болды деген нәрсені мен сол кісілерден көрем да. Ал бізде деген киіт-миіттен басталады ғой. 2 жас үйленбей жатып, біз уже құдалықта бір-бірімізбен қырыла бастаймыз. Құдалықты қыш, құдалыққа дайындық барысында қырыла бастаймыз ғой. Ана туысымыз кеп бүйтіп айтады, мына туысқанымыз былай айтады, анау білгіштенеді, мынаны білгіштенеді, бітті. Құдалыққа дайындалық барысында қырылсамыз. Той басталмай жатып, тойдың алдында бір қырылып аламыз ғой. Сондықтан ағайын, менің ойымша бар ғой, 21 ғасырға кейбір дәстүрлерді ыңғайландыру керек сияқты. Жаңағындай қалың мал, той жасау деген нәрселерді өз басым кішкене түсінкіремеймін. Менің ойымша бар ғой, шын ниетпен балаларымыздың өскеніне қуану үшін жаңағындай нәрселерді алып тастау керек деп ойлаймын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Қазақтың тойы туралы бір әңгіме айтайыншы. Енді біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды, мүмкін дұрыс емес. Оны енді комментарийде жатарсыздар.
Но жалпы мен өз той саласында 15 жыл асабал қызмет атқарғам, көрген түйгенімді айтайыншы. Жалпы той жасайтын ағайын. Сіз той жасайсыз, я өзіңіз даяңыз. Және тойыңызға шақыратын қонақ даяңыз. Өзіңіз неге аяйсыз? Өйткені қаншама стресс, сол тойға жарты жыл, мүмкін 1 жыл бойы дайындалуыңыз мүмкін. Кімді шақырамын, кімді шақырмаймын, ол бір мәселе. Одан кейін сіз сол тойға қанша шығынданасыз, бәлкім кредит алуыңыз мүмкін. Ол той өзін-өзі жаба ма, жаппай ма деп ұйқысыз түндерді айтыңыз. Жарайды, тойыңыз өтеді, 2-3 сағатта кетеді, болды. Ал сол тойға келетін сіз бәлкім 200-300 адам шақыруыңыз мүмкін. Сол тойыңызға келетін 300 адамды айтсаңызшы, ол бұрынғыдай кілем арқалап немесе бір қой ата салмайды ғой. Кемінде конвертпен 50 мың, бәлкім 100 мың, мүмкін одан да көп қосуы мүмкін. Өзінің жалақысынан жырып, бала шағасының аузынан жырып тұрып сізге береді. Бір, екіншіден, ол бір жерде жұмыс істесе, басқа қалада болса, оның жол билетін айтыңыз. Ол қаншама бастықтан сұранады. Әйел адам болса, ол көйлек алады. Одан кейін оның салоны бар, енді ол бөлек әңгіме, иә. Сондықтан келеді сіздің тойыңызға. Сіздің тойыңызға бір рахаттанам, той көрем, қызық көрем деп келмейді. Сізден ұялғаннан, амалсыздан, шарасыздықтан, менің тойыма келіп еді, ят болады деп амалсыздан келеді. Сонау жақтан келеді, 2-3 сағат отырады, даңғыр-доңғыр, ешкіммен сөйлесе алмайды, шаршап, қайтан артқа қайтады, қайта келіп жұмысқа кірісуді айтсаңшы. Ал ол тойдағы дарақылық бір бөлек әңгіме. Ол тойдағы сырапты айтыңыз. Тойда кім сүйсініп тойып тамақ ішеді. Тойға келесіз, жарты сағат әр нәрсені шұқып жейсіз. Ал сол тарелкалардағы жартылай тістелген самса, жартылай тістелген бауырсақ, ет, қамыр қайда кетіп жатыр? Оның барлығы мусорға кетіп жатыр. Бұл енді өз ойым. Айта берсе той туралы әңгіме көп, бірақ сол тойды тоқтату керек сияқты. Той жасайтын адам, сіз егер той жасағыңыз келсе, сол тойға шақыратын ағайын туысыңызға қараңызшы, жаныңыз ашсын. Сондықтан той тоқтату керек. Доллардың бағасын көріп жатсыздар, шарықтап кетіп барады, қымбатшылық қысып барады. Сондықтан қазір той тойлайтын заман емес. Той жасайтын ағайын, мүмкін сіздің той жасауға жағдайыңыз келетін шығар. Бірақ сол тойға шақыратын ағайынның барлығының жағдайы сол тойға келеді деп айта алмаймын. Сондықтан мені мысалы біреу тойға шақырмаса, мен еш ренжімеймін. Уақыт, шығын, ысырап. Сондықтан осыны ойланайықшы. Осы сіздер ше, бір жерге той томалаққа болмаса қонаққа баратын болсаңыздар, бала ертіп келген қонақтарыңызға қалай қарайсыздар? Мысалы мен көп тойларда көремін, свадьбаларда ана балаларын тоқырлатып ертіп келеді, сосын оның бәріне бір стол орындыққа жайғастырып отырғызып қояды. Ол ма, ол балалар отыра ма, ол балалар отырмайды, зерігеді ғой. Ол балалар ана бишілердің аяқ астына оралады, әншілердің тамаданың аяқ астына оралады, шулайды, улайды, сол жерде берекесін кетіп жібереді ана тойдың. Үйге қонаққа келген кезде де сондай. Мысалы, егер мүмкіндік болса, баланы тастап кететін жер болса, баланы бір жерге тастап кету керек қой. Өзің де демалмайсың, жұрттың да мазасын аласың, соны ойлау керек қой деймін да.